Всем привет! Бүгін осындай Наполеон тортын жасаймыз. Алдында сіздерге Наполеон тортын шығарам деп обещать еткенмін. Сондықтан рецепті қабыл алыңыздар. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы майды ыдысымызға салып, оған қаймақ қосамыз. Және кішкене ғана тұз қосып, осыны араластырып алып, үстінен ұнды қосып, қамыр елесек болғаны. Менің арнама жазылып, жаңа рецептер тамашалап отыру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал енді ары қарай осы қамырымызды осылай илеп аламыз да, оны бөліктерге бөліп, домалақтап және холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, пергамент қағазына осылай жайып, өздеріңізге қажет өлшемде жасай берсеңіздер болады. Мен 20 сантиметр етіп жасадым диаметрін. Шеттерінде осылай бірге пісіреміз 180 градуста 10-12 минуттан. Ал енді креміне кірсек, ол үшін бізге сүтке, қантты, кукурузный крахмалды және жұмыртқаны қосып араластыруымыз қажет. Кукурузный крахмалдың орнына ұн қолдансаңыздар болады. Осылай үнемі араластырып тұрып, қоюланғанша пісіреміз. Және бөлме температурасындағы майға кішкене сгущенка қосып, миксерлеп, оның үстінен салқын кремімізді салып, осылай крем жасап аламыз. Заварной кремді осылай бөліп қосып отырасыздар. Және міндетті түрде сливочный май қолдануды ұсынамын сіздерге. Осылай кремімізді дайындап аламыз. Және корждарымыз толық суыған уақытта оны тортымызды жинақтай бастаймыз. Осылай әр слойға көп мөлшерде крем жағып, тортымызды жинақтап аламыз. Наполеон тортын жақсы көретін құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осылай бетінен кішкене басып, одан кейін қалған кремді шеттерінен жағып, крошкамызды осылай ұсақтап алып, осы тортымыздың бетінен себетін боламыз. Оформлениясын өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен осылай жасап қойдым. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және басқа Наполеондарға қарағанда жасалу жолы өте оңай.